15-17 ғасырдағы қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына мал шаруашылығы, егіншілік кәсібі, аңшылық, балық аулау, сауда жатады. 15-17 ғасырларда қазақтар құрғақ дала мен шөлейт аймақтарда табиғи климаттық жағдайларға сәйкес көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Кейде саяси оқиғалардың әсерінен көшпелілердің маусымдық жайлауларының бағыттары өзгеріп отырды. Негізінен қазақ руларының шекаралары Еділ жағалауларынан Алтай және Тянь-Шанға дейін, Сырдария жағалауларынан Сібірге дейінгі территорияны алып жатты. Қазақ хандығының көшу бағыты Хақназар ханның тұсында Хорезмнің солтүстік шекарасынан Жайық өзеніне дейін кеңейді. Шамамен 16 ғасырдың ортасында қазақтардың кіші, орта және ұлы жүз деп бөлінген этникалық территориясы қалыптасты. Деректерге сүйенсек, қазақтардың ондаған тіпті жүздеген мың бас мал табындары мен отарлары болған. Мал шаруашылығында саны жағынан қой малы алдыңғы орында болды. Еті мен сүті тамаққа пайдаланылды, ал жүні мен терісінен киіз, әртүрлі киімдер, ыдыстар жасалды. Шығыс авторлары қазақтардың маусымдық көші-қондарына қатысты қызықты мәліметтер береді. Олардың көпшілігі қазақтар жазда Еділ өзенінің бойында мекендейді, қыста Сырдың маңайына қарай жылжиды деп көрсетіледі. 16 ғасырдың аяғында қазақтар Тәуекел ханның Бұхараға жорығы нәтижесінде Мәуереннахрдың оңтүстік шеткері аймақтарына, қазақ эпосындағы Жиделі Байсын деп аталатын жерлерге қоныс тебеді. Егіншілік 15-17 ғасырларда негізінен оңтүстікте, Түркістан, Ташкент аумағында, қала орталықтарына жақын жерлерде қарқынды дамыды. Ірі және кішігірім қалалардың шаруашылық құрылымында егіншілікпен айналысу маңызды рөл атқарды. Қазақ қалаларын бақтар мен бақшалар, жүзімдіктер, егін алқаптар мен жайылымдар қоршап жатты. Көшпелілердің өмірінде сауда орасан зор рөл атқарды. 15-17 ғасырларда көшпелілер көрші елдермен белсенді сауда жүргізді және шығыс пен батыстың арасындағы саудада кепілдік беруші рөлінде атқарған. Бұл сауда дәстүрі тәуелсіз Қазақстан кезінде де жалғасын табуда. Соның бір көрінісі Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік автожолының салынуы.